12 жастан асқан балаларға көруге арналған бейнеролик. Тұрмысқа шығатын қызға айтылған насихат. Өмірін мұсылмандықпен өткізген бір ана тұрмысқа шыққалы отырған қызына ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сөздеріне сүйене отырып мынадай насихат жасады. Қарағым, қызым, сен енді туып өскен үйіңнен кетіп, қыр-сыры бейтаныс бөтен бір үйге келін болып барасың. Мінез құлқыда өзіңе беймәлім бір адаммен бас қосып ғұмыр кешесің. Сен ол кісіге жердей бол, ол саған төбеңдегі көктей болады. Сен оған үй бол, ол үйдің тірегі болады. Сен оған күң бол, ол саған құл болады. Сен оны шаршатпа, сонда оның саған деген сезімі азаймайды. Сен одан алыстап ұзама, ол сені ұмытпасын. Сен әрдайым оның көзін, мұрнын және құлағын сақтаушы бол. Ол сенен басқаға көз салмасын, өзгенің жұпарын ескемесін. Сенен ылғи жақсы сөздер ғана естісін. Үйде отырып үй шаруасымен, қол өнермен айналыс. Ішіп жеуге ол не әкелсе, соған қанағат қыл. Анау жоқ, мынау жоқ деп еш уақытта шағым жасама. Отбасындағы өз ақыңды алудан бұрын күйеуіңнің ақысын беруге тырыс. Еріңнің туыстарын сыйлап, қадірле. Тазалық пен пәктікке аса көп мән бер. Көшеге шықсаң етек жеңі кеңдеу, жалаңаш денеңді жауып тұратын киім ки. Сенің тәнің күйеуіңе ғана арналған аманат екенін ұмытпа. Көршілеріңмен тату бол, олардан зиян келсе сабыр ет, шыда. Біреудің сөзін біреуге тасып өсекші болма. Әсіресе құлшылықтарыңа мұқият бол. Уақыты кірген намазды дереу оқуға асық. Шырағым, қызым, мен енді 40 жылдық тәжірибеме сүйеніп бір қатары сөз айтамын. Соларды жадыңа тоқы. Сонда бұл дүниеде де, мәңгілік өмірде де бақытты боласың. Қанағатшыл бол. Қанағат қарын тойғызып қана қоймайды, жүрекке де тыныштық әкеледі. Саған айтылған сөздерді жақсылап тыңдап жүр. Күйеуіңнің шариғатқа теріс келмейтін барлық тілектерін орында. Үйіңдегі әр нәрсе мұмтаздай таза және орын-орында жиюлы тұрсын. Күйеуіңнің ас ішетін және ұйықтайтын уақытына абай бол. Аштықпен жаман мінез көрсетіп, ұйқысыздықпен ашулануы мүмкін. Үйіңдегі бұйымдар мен мал-мүліктің қорғаушысы бол. Жасаған жақсылығыңды еш уақытта міндет қылма. Күйеуіңнің қателіктерін байқасаң, ешкім жоқ, оңаша жерде ғана жұмсақ тілмен ескерт. Жарыңның сырларын тірі жанға жаюшы болма. Ерлі-зайыптының сырлары қабірге бірге көмілуі керек. Жарың қуанса, сен де бірге қуан. Қайғырса, сен де бірге мұңай. Оған өмірдің әр сәтінде бір жақсы дос бол. Өтірік сөзден аулақ бол, өйткені өтірік отбасын іштен бүлдіретін жегі құрттан да жаман. Араларында түйткіл шықса, екеуің бірге отырып өздерің шешіңдер. Күйеуіңнен шамасы келмейтін нәрсені ешқашан сұрама. Көркем мінезді жақсы әйел күйеуіне жұмақ нығметі екенін ұмытпа. Сен де жарыңа жәннат нығметі бол, оған азап шектірме. Бұл айтылғандарды өзіңнен бұрын күйеуіңді ойлағанда ғана жүзеге асатынын біл. Менің айтқаным ғана бола берсін деген мінезбен бұларды ешқашан орындай алмайсың. Егер 5 уақыт намазыңды оқымасаң, кесір-кесапат ретінде осының өзі саған да, күйеуіңе де, балашағыңа да жеткілікті. Ғұсыл мен дәретіңе ешқашан жеңіл қарама. Бұл айтылғанның пайдасын көрулерің үшін ең алдымен иман мен ниет ықыластарың таза, дұрыс болуға тиіс. Не сөйлеп, не жазсаңдар да ең алдымен Алланың разылығын іздеңдер. Сонда ғана екі дүние шаттығына сөзсіз кенелетін боласыңдар.